және қола дәуірі. Тақырыптар: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, қола дәуірі. Төртінші сұрақ: Орал өзенінен Енисей өзеніне дейін, Батыс Сібір жерінен Памир тауларына дейінгі аумақта алып жатқан қола дәуірінің мәдениеті. А. Беғаз Дәндібай, В. Андрон, С. Атасу, Д. Ұлыбай, Е. Тасмола. Дұрыс жауабы Андрон. Бүкіл Евразия аумағынан табылған қола дәуірінің ескерткіштерінің басым бөлігін Андрон мәдениет деп аталу себебі, қола дәуірінің ең алғашқы ескерткіштері 1914 жылы оңтүстік Сібірдегі Ачинск қаласы Андроново селосының маңынан табылды. Сондықтан осы жердің атауымен кейін Евразия құрлығынан табылған қола дәуір ескерткіштері Андрон мәдениет деп аталып кетті. 6-шы сыныпқа арналған ежелгі Қазақстан тарих оқулығы. Авторлар: Төлеубаев, Іргебаев, Алматы, Атамұра, 2015 жыл, 61 бет. Енді дұрыс емес жауаптарын талдайтын болсақ, Беғаз Дәндібай және Атасу мәдениеті бұлар орталық Қазақстанда табылған қола дәуірінің дамыған орта және кейін кезеңдеріне жатады. Ал Ұлыбай және Тасмола мәдениеттері ерте темір дәуірінің, яғни сақ дәуірінің солтүстік және орталық Қазақстаннан табылған ескерткіштері болып есептеледі. Бұлар мұртты обалар деп аталады. Екінші бөлім: темір дәуіріндегі Қазақстан. Үйсіндер. Бесінші сұрақ: үйсіндер айналысқан егіншілік. А. Үш танапты, В. Суармалы тәлімді, С. Қос танапты, Д. Ауыспалы, Е. Теселі. Дұрыс жауабы В. Суармалы тәлімді. Үйсіндер арықтар қазу арқылы суармалы егіншілікпен айналысқан. Олар суармалы егіншілікпен қатар тәлімді егіншілікпен де айналысқан. Бұл егінді жауын-шашынмен өсіру деген сөз. Өйткені үйсіндер өмір сүрген жетісу жері жауын-шашын көп жауатын, топырағында ылғалы мол жер болған. 6-шы сыныпқа арналған ежелгі Қазақстан тарихы оқулығы. Авторлар: Төлеубаев, Іргебаев. Алматы, Атамұра, 2015 жыл, 152 бет. Енді басқа дұрыс емес жауаптарын талдайтын болсақ, үш танапты егіншілік дегеніміз жыртылатын жер үш танапқа бөлінеді. Оның біреуіне күздік дақылдар, екіншісіне жаздық дақылдар себілетін болды, ал үшіншісін тыңайтуға қалдырады. Қос танапты да ауыспалы егіншілікте екеуі де екі танаптан тұрады. Бір танапты парға, яғни жердің жартысы тыңайтуға қалдырылады, екіншісі астық дақылдары егіледі. Сөйтіп жерді ауыстырып егіп отырады. Ал тесел егіншілік тас және қола дәуірінде қолданылған. Бұл кездегі тайпалар жерді үшкір таяқпен немесе үшкір таспен өңдеген. Екінші бөлім: темір дәуіріндегі Қазақстан. Ғұндар. 19-шы сұрақ: кейбір зерттеушілер пікір бойынша орта ғасыр дәуірінің басталуына жол ашқан деп саналатын тайпа. А. Сақ, В. Ғұн, С. Қаңлы, Д. Үйсін, Е. Дай. Дұрыс жауабы В. Ғұн. Ғұндардың батысқа жорығы халықтардың ұлы қоныс аударуының басталуына түрткі болды. Олар жолындағы елдерді бір жерден екінші жерге ығыстыра отырып, сонау шығыс және орталық Европаға басып кіріп, Европаны римдіктерден азат етті. Сөйтіп ғұндар құлиеленушілік құрылысты құлатып, жаңа дәуірдің, яғни орта ғасыр дәуірінің басталуына жол ашты. 6-шы сыныпқа арналған ежелгі Қазақстан тарихы оқулығы. Авторлар: Төлеубаев, Іргебаев. Алматы, Атамұра, 2015 жыл, 140 бет. Енді дұрыс емес жауаптарды талдайтын болсақ, сақтар. А жауаптағы сақтар біздің заманымыздан бұрынғы 8-3 ғасырларда өмір сүрген. Ал Қаңлы, Үйсін, Дайлар ғұндар дәуірінде өмір сүргенмен, ғұндар сияқты бүкіл әлемдік тарихта із қалдырған жоқ.